Орыстар ұлты шығыс славян тайпасы байырғы заманы рыс атанғанда ежелден көршілер түркі тайпасы оларды орыс деп атап кеткен. Көне орыс мемлекеті 9-12 ғасырларда құрылып орыс ұлтына айналды. Орыс халқы ұлы Новгород аймағы мен Еділ, Ака өзендерінде мекендеген. Сәлеметсіздер ме? Мен Берекова район 5 сынып оқушысымын. Мен сіздерге Корея халқы туралы мәлімет беремін. Корея Республикасы 1392 жылы жазуында құрылды. Тәуелсіздік күні 1945 жылы 15 тамыз Жапон империясына. Ұраны адамзатқа пайда келтіру. Ан ұраны Эбукка. Ресми тілі Корей тілі. Ел ордасы Сеул. Президенті Мун Чжэ Ин. Мемлекет діні зайырлы мемлекет. Ірі қалалары Сеул, Пусан, Инчхон, Gwangju, Daegu, Incheon, Ulsan. Енді мен сіздерге Корея тамағын айтамын. Jjimgo, ет, корейлік дәстүрлі тәттілер. Kimbap, Gajutgukjeon, Kimbap, Tteok, Mandu. Негізгі тамақтары күріш, кеспе, лақ. Ендеше сау болыңыздар. Мен сіздерге Кореяның барлық қызықтарын айтуға тырыстым. Ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңыз. Өзбек халқы музыканы, салт дәстүрлерді, қолөнерді, той-думандарды жақсы көретін халықтың бірі. Олардың халқының саны 32 миллионнан асқан. Туы мен елтаңбасының суреті. Олар тәуелсіздікті 31 тамыз 1991 жылы алады. Өзбек халқының ұлттық киімі. Өзбек халқының ұлттық тағамы палау. Олар сүттен, өсімдіктен жасалған тағамдарды жақсы көреді. Сүйікті сусыны шай, оның ішіндегі көк шай. Олардың ақшасының аты сум деп аталады. Олар музыканы өте жақсы бағалаған және де музыкамен айналасқан. Олардың аспаптары. Украинада 37 миллион халық бар. Оның 4,4 миллионы Ресейде, ал 469 мыңы Қазақстанда, ал 600 мыңы Молдавия. Украинаның туы байрақ деп аталады, ал елтаңбасын суретте көріп тұрсыздар, ал әнұранын осылай аталады. Олардың ұлттық аспаптарына көзабас, трембеды, кобзы, свитульки, кувички жатады. Және де тағы да олардың ұлттық аспаптарына символы, тверили жатады. Ал бұл олардың ұлттық киімдері. Олардың ұлттық астарына борщ жатады.